Мынау 4 тұнба қанды тазалайды. Сәлем, алдыңызда пайдалы кеңес арнасы. Видеомды көрместен бұрын лайк басып, пікір қалдырып отыруыңызды сұранамын. Қан тазарса, бауыр, асқазан, ішек, шлактан тазарады, әрі сыртқы ішкі саулығыңыз жақсарады. Қан адам ағзасындағы ең маңызды сұйықтық. Ол ағзаға қажетті дәрумендерді, минералды және биобелсенді заттарды денеге таратады. Сондықтан да қанды тазалап тұру қажет. Өйткені қанға да шлак, улы заттар жиналып, оның айналу жұмысын нашарлатады. Қанды тазалау үшін дәрі ішіп, екпе салудың қажеті жоқ. Бар болғаны үй жағдайында мына халықтық әдістерді қолдансаңыз жеткілікті. Қан тазарып жақсарады. Қан тазарған соң сыртқы және ішкі саулығыңыз жақсарып, өзіңізді сергек сезіне бастайсыз. Болады сіздің қаныңызды улы заттан, шлактан тазалайды, әрі қан айналымын жақсартады. Сондай-ақ ақуыздың деңгейін реттеп, қанның құрамын жақсартады. Ол үшін мына шөптерден тұнба әзірлеп қолданыңыз. Қырмызы гүл мен бүрген тұнбасы. 2 литр суға 30 грамм кептірілген қырмызы гүл мен бүрген ұнтағын салып, отқа қоямыз. Қақпағын мақтап жауып, баяу отта қайнауға жібереміз. Сосын оны оттан алып қоямыз. Салқындаған кезде қабатталған дәкенің көмегімен сүзіп алып, 50 грамм бал араластырасыз. Дайын болған емдік тұнбаны бірнеше сағатқа тоңазытқышқа қою керек. Ем ретінде 300 мг тұнбаны таңертең таңғы астан алдын ішесіз. Ақтал тұнбасы. 400 мг суға 1 ас қасық кептірілген ақтал тұнбасының ұнтағын саласыз. Баяу отта 10-12 минуттай қайнатып, оттан аласыз. Салқындаған кезде сүзіп алып, тағы 4 сағат тұндырып қою керек. Дайын болған емдік тұнбаны 100 граммнан тамақтан алдын қабылдаңыз. Емді күніне 3 рет жүргізу керек. Ақжелкен тұнбасы. 50 грамм ұнтақталған ақжелкен тамырын 500 мг суға салып отқа қоясыз. Бір қайнап шыққан соң оттан алып 2-3 сағат тұндырыңыз. Белгіленген уақыттан соң тұнбаны сүзіп алып, тамақпен бірге қабылдайсыз. Емді күніне 3-4 рет жүргізуге болады. Қайың шырыны. 1 апта бойы үзбей қайың шырынын ішсеңіз, қаныңыз тазарып, айналымы жақсарайды. Нәтижесінде бойыңызды дендеген дерттен құтыласыз. Өзіңізді жайлы сезініп, саулығыңыз жақсарады. Осы кереметке ие болу үшін тәулігіне 1-2 литр қайың шырынын ішуді әдетке айналдырыңыз. Мына азықтар қанды тазалайды. Халықтық әдістен бөлек күнде тұтынатын кей тағамдар да қанды тазалауға қабілетті. Нақтырақ айтайық: лимон, сәбіз, брокколи, қызылша, алма, куркума. Осы жемістер мен көкөністерді жиі жеп жүрсеңіз, қанды улы заттан оңай тазартасыз. Құрметті көрермен, менің видеом сізге ұнаған болса, лайк басып, пікіріңізді қалдыра кетіңіздер. Және сіз қанды шлактан тазалаудың қандай жолын білесіздер, бөлісе отырыңыздар. Денсаулығыңыз мықты болсын.